Сіз жануардың адамның бет әлпетіне ұқсас құбылысты кездестірдіңіз бе? Қазір сіз адамның келбеті бар жануарлардың сирек бейне жазбаларын көресіз. Әдетте адамдардың мұндай оқиғаларға реакциялары қарапайым, бұл таңқаларлық және қорқыныш. Сонымен камераға түсіп қалған адам келбетіне ие 10 тірі жандар. Бастайық. Бұл өрмекші алыстан қарағанда қарапайым болып көрінеді, бірақ камераны жақындатқанда оның кеудесінде адамның бет әлпетін көруге болады. Оған қоса беті таңқалып тұрған секілді. Гонконгта адамның бет бейнесі бар тағы бір өрмекші камераға түсірілді. Бейнеде бет әлпеті ашық сары көзді өрмекшінің суреттері көрінеді. Оның көрінісінен шошып кетуге болады. Бұл алтын ғажайып өрмекші краб, оның артында табиғат кереметі бейнеленген. Жәндіктер адамның бет әлпетіне ие болғанының бір нұсқасы. Бұл жәндіктердің адамдармен бірге әлемде өмір сүруге арналған стратегиясы. Олардың ойынша, осындай жағдайда адамдар өздеріне ұқсайтын жандарды басып безбейді деген үміт. Бұл адамның беті бар құрт немесе қырық буын. Бұл тіршілік иесін ешқандай түрге жатқызуға болмайды. Ол Бразилияда табылды. Бір түрлі жәндік жорғаушыларға ұқсайды. Бұл құрттың үлкен қара көздері мен қызғылт еріндері бар. Соның кесірінен бұл адамға ұқсайды. Әр түрлі жағынан қарағанда жәндіктің беті өзгеріп, агрессивті көрініске ие болады және қорқынышты болып көрінеді. Қытай тұрғыны өте қорқынышты сазан түсірді. Бастың жоғарғы бөлігі, мұрны, көзі және аузы адамның бетіне өте ұқсас. Сазан Қытайдың оңтүстігіндегі Куньмин қаласының маңындағы тоғанда көрінді. Видео авторы бұл тіршілікті көріп, зәресі ұшты. Биологтардың пікірінше, мұндай ұсқын сазандардың жаратылып боянудың өте сирек кездесетін бір нұсқасы. Көптеген желі қолданушылар балық өте қорқынышты және алаңдатарлық көрінеді деп жазады. Бұл оның түсіне немес сияқты, оның көздері шынымен де адамдардікіндей үстінде орналасқан. Техастағы отбасы аулада бір түрлі тіршілік иесін тапты. Бұл адам бетіне ие үлкен қоңызға ұқсайды. Тіпті оның аяқтары ұзын башпайларға ұқсайды. Отбасы оны бұтақтың астынан таптық деп айтады, және ол құрттың денесі мен бөтен планеталық ағзаға ұқсайды дейді. Бұл құрттың қара көздері, бұрмаланған беті бар және ол өмірдің белгілерін әрең көрсетеді, бірақ ол әлі де тірі. Ғалымдардың пікірінше, құрттың мутациясы нашар экологияға байланысты болуы мүмкін. Бұл бейне туралы көптеген пікірлер бар. Мысалы, біреулер бұны жалған және бұл шынайы етіп жасалған қуыршақ дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Пікірлеріңізді комментарияға жазыңыз. Адамның бет әлпетіне ұқсайтын Мейн-кун мысығы желі пайдаланушыларын қорқытты. Қара үй жануардың видеосы әлеуметтік желілерде жарияланды. Онда ол 100 миллионнан астам қаралым жинады. Бұл үй жануары әлемдік жұлдызға айналды. Біреулері үшін жануардың бет бейнесі сүйкімді болып көрінсе, біреулерін керісінше қорқытты. Біреу мысық иесін оны қорқынышты фильмдерде түсіруді ұсынды. Бұл мысықтың бет бейнесін адамға не ұқсастыратыны белгісіз. Бұл оның сүйек құрылымы немесе кішкентай бірақ дана көздері болуы мүмкін. Қытай Тяньзинь қаласының хайуанаттар бағында ғаламторға адам бетіне ұқсас танымал болған 19 жастағы маймыл көрсетілді. Желі пайдаланушылары маймыл қайғыға тап болған адамға ұқсайды деп айтады. Хайуанаттар бағының қызметкерлері маймыл өмір бойы серіктес табуға қиналғанын айтады. Маймыл өте агрессивті және гиперактивті. Ол кокосты сындырып, балшықпен ойнағанды жақсы көреді. Мүмкін, мұндай кішкентай шыбын шеркейді көріп, осы бейнеде сіздің алғашқы әсеріңіз ол қалай адамға ұқсауы мүмкін деген ой. Бірақ камера осы затқа фокусталған кезде, онда адамның бет әлпеті арқы жағында айқын көрінеді. Бұл суретте адамның беті бар жәндікті анық көруге болады. Көз, мұрын, жымиған ауыз және тіпті қастар. Керемет үйлесім. Осының бәрі симметриялы түрде орналасқан және оны біреулер жәндіктерге сурет салғандай көрінеді. Бірақ бұл мүмкін емес. Бұл жаратылыс туралы не ойлайсыңыз? Пікірлеріңізді комментарияға жазыңыз. Сонымен, бұл тірі жәндік болмаса да қорқыныш басылмайды. Жергілікті тұрған орманда серуендеп осындай ағашқа тап болды. Кез келген басқа ағаштардан айырмашылығы, оның бір бөлігі адам бетіне ұқсайды. Керемет силуэт емендігінен пайда болып, адамның бет жүзіне ұқсас болды. Көздерін сергітетін мыңжылған маңдай, екі танауы және үшкір иегі бар өткір бұрын. Мұның бәрі сізге айқын көрінеді. Сізге тіпті бұрылып қараудың немесе белгілі бір бұрыштан қараудың қажеті жоқ. Бұл бас тіпті ұзын мойынның үстінде тұр. Бұрны оны біреу ойып жасаған сияқты. Шын мәнінде, орманның ортасында ағаштан өскен адам беті. Жай кездейсоқтық. Оңтүстік Кореяның бір қаласының тұрғыны аквариумында адам бейнесі бар өз алтын балығының бейнесін түсірді.
балықтың басында адамның мұрны мен көзі көрінеді. Ұзақ уақыт бойы иесі үй балығын көпшілікке көрсеткісі келмеді, дегенмен көршілердің бәрі балық туралы білген. Бір жағынан ол сүйкімді, ал екінші жағынан қорқынышты. Осы балықты арнайы бір мультфильмге арнап суреттеген секілді. Сіз кальмардың аузында адам тістерінің жиынтығын көрдіңіз бе? Бұл мұхиттың қараңғы тереңдерінен көтеріліп түнгі ұйқыдан шығатын кальмар. Бақытымызға орай, бұл тістер жай қорқынышты болып көрінеді. Негізінде бұдан қорқудың қажеті жоқ. Оны көру үшін сіз жүздеген метр мұхит су астына және толық қараңғылыққа сүңгуіңіз керексіз. Осымен болды достар. Видеоның астында лайк басуды ұмытпаңыз. Және тағы да осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсеңіз, менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.